Мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын. Оранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын. Дана халқым, балалы үй базар, баласыз үй қу мазар дейді. Бала келешек өмірдің тірегі. Мұрагері жоқ отбасының болашағы да жоқ. Адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасамақ. Бүкіл тарихи ғұмырын ат үстінде өткізген көшпелілер ұрпақ мәселесіне осылайша мән берген. Бұл бүгінгі қоғамның келбеті, қатал тағдыр, тас жүрек ана, тастанды бала, қала берді ұрпаққа қолдан жасалған қатыгездік, дінатын жамылғандардың әлдекімнің пайдасын асырып, жыртығын жамап отырған қастандығы. Кәмелетке жасқа толмағандардың теріс діни бағытта түсулерінің себептері 4 топқа бөлуге болады. Мысалы, кепілге алынған кәмелетке жасы толмаған балалар, яғни ата-аналар теріс бағытта ұстанғандықтан, амалсыздан сол теріс бағытты діни жолын ұстануға мәжбүр балаларды. Миссионерлердің қолдануына түскен балалар мысалға. Ғаламтор жүйелер арқылы діни экстремизм насихаттайтын материал кеңінен таралуда. Шетелде көптеген балалар діни сауаттарын көтеру үшін діни оқуда. Мысалы, біреуі Пакистанда, біреуі Индияда, біреуі тағы Сауд Аравиясында. Олардың жаңаға әртүрлі оқитын сабақтары әртүрлі дінді оқиды. Олар ертең оқуларын бітіріп келгеннен кейін, мысалы, қай дінді насихаттайды, қай діннің жолында жүреді, ол оны зерттеп атқан ешкім жоқ. Осының етектен киініп, басына орамал тартып көргенде, тіптен бала емес, мұғалімнің өзі, сырт адамның өзі біртүрлі күдікті сезімде қаласы негізінен. Оның ішіне үңіліп қарасаң, бала шыны керек өзі кигісі келіп тұрған жоқ оны. Өзі кимейді, өзі кәдімгідей шынайы түрде сөйлескенде бала көзіне жас алып, өз емес екенін айтады. Бірақ үйден оған киесің, намаз оқисың дегеннің қадағалау бар екені көрініп тұр. Айгүл Орал қаласындағы мектептердің бірінде оқиды. Хиджаб кигелі қыздың мінезі де өзгерген. Өзгемен ашылып сөйлеспек түгілі саған тіке қарап сөйлеспейді. Жүзі сынық, көңілі жабырқау. Қыз баласына бізде намаз оқытып қойды. Баламен сөйлесе келгенде, шыны керек, медбикемен біріккенде баланың іші ауыра беретін болды. Оны неге деп әрі қарай себебін анықтап сұрағанда, бала қарны аш екен. Столовойдан тамақ ішкіземіз, бірақ бала үйіне айтпауын ұсынады бізге. Дене тәрбиесіне қатысу деңгейі де өте төмен. Қазір кезде бала секіру керек, ойнау керек. Біз баланың болашағына уже балта шалып жатырмыз, мүмкіндігін біз шектеп жатырмыз. Отбасының қалай насихаттап, қалай тәрбиелейтінін білмеймін. Бұларда бәрібір іште бір күйзеліс болады бұл балаларда. Жаңа тақтаның алдына шығудың өзі де бұл бала өте қиын ауырға соғады. Білім сапасы үлгерім сол жерден түсіп кетеді. Себебі ол жаңадан өсіп кеткен ақса, ол әлі ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін түсінбейді. Жарқырап ойнап күле алмайды да, балаларға қосылып бала болып. Екіншіден тіпті өзін ересек сезіне алмайды да, себебі ол ересек өмірдің не екенін әлі білмейді. Бұл әрекеттер Айгүлдің өз еркімен жасалмаған. Теріс діни бағытты ұстанған ата-ана оны осындай жағдайға түсуге мәжбүрлеген. Біз баланы оқытпауға біздің ешқандай құқымыз жоқ. Алдымызға қандай бала келді, біз оқытуға міндеттіміз. Қалай киініп, қалай отырса да. Бірақ бұған тікелей жауапты ата-ана. Айгүлдің өкпесі өкінішке толы, жүрегі жаралы. Қазақстан Республикасының білім туралы заңының нормаларына сай, білім мекемелерінде оқитын балалар мен ата-аналар мектеп жарғысына бағынулары тиіс. Қазақ тілі тарихын көптен зерттеп жүрген маман ретінде айтар болсам, біздің қазақ тілінде 10-15% сөз араб тілінен енген. Әрине көптеген сөз араб тілінен енген. Бірақ сол араб тілінен енген көптеген кірме сөздердің ішінде бірде-бір хиджаб деген сөз жоқ. Хиджаб деген ұғым жоқ. Яғни бұл арабтардың дәстүрлі киімі, бұны елбасы кезінде жас отандардың съезінде айтып кеткен болатын. Сондықтан бұл біздің қоғамға жат нәрсе. Әрине біз мұсылманбыз. Әрине, бірақ біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет, дін мемлекеттен бөлек, бірақ дін қоғамнан бөлек емес. Бізді қолдайтын
сыртқы орта керек негізінен. Бірінші сыныптан 11 сыныпқа дейін әрбір оқушының қолында ғаламтор жүйесіне кедергісіз кіретін планшет, ұялы телефон, қолды компьютер және тағы басқалар бар. Ол оқушы қандай сайтқа кіріп, не қарап отырған ешкім бақылауға алып отырған жоқ. Еліктегіштік, яғни балалардың сол үлкен теріс бағытта жүрген ағалары сияқты немесе әртүрлі жағымсыз кейіпкерлерге ұқсағылары келетіндері салдарынан туындайды. Адам баласы бір-бірінен кейде озғысы келеді, бір-бірінен бір артық киінгісі келеді, бір-бірінен бір басқа адам ұстамаған бір ұстанымдар ұстап жүргісі келеді. Бірақ Абай атамыз айтқан, адам баласы бір-бірінен оқу, білім, ғылым, мінез арқылы ғана озады. Одан басқа мен оздым деген ақымақтық. Мұсылманның ең бірінші міндеті ол білмекке ұмтылу. Мұхаммед пайғамбардың хадисінде айтылып кеткен, білімге ұмтылған адамға теңіздегі балықта тілекші болады. Сондықтан білім қолында жүрген жастарымыз осы замандық ағымдардан қалмай, өзінің ұлттық құндылықтарын жоғалтпай, мына жаһан дәуірінде теріс ағымдарға еріп кетпей, дұрыс жүргені абзал деп. Атана әміріне қарсы шығып, хиджаб киюден бас тартқан қыздардың бірі Айман. Әкесіне қарсы шыққан қыз, оның ұрып соққанына шыдамаған. Ақыры құқық қорғау органдарына шағым түсіріп, әкені 40 тәулікке қамауға жаптырды. Неге? Себеп қандай? Отец мне никогда позволял нормально учиться, нормально, хорошо учиться. Все время втыкал мне религию, мне было тяжело очень вдвойне учиться, то и то изучать. И когда я читала детективы, я очень люблю читать, мне все время книги, то, что я читаю, брали, рвали ее и еще били этой книгой. Умаров 7 жыл бойы міне осы өзінің кәмелетке толмаған қызын никаб діни киімін киюден бас тартқан үшін соққыға жығумен болған. Ал оның қызы Айман әке айтқан әмірге көнбей, мектепке баратын кезде тығылып, басындағы орамалын шешіп тастап жүрген. Сол үшін де ол талай рет таяқтың астына түсті. Аш құрсақ отырған кездерде аз болмаған. Ударил меня ногой по колени, по ноге ударил, и взял меня за шею и выкинул в коридор. Затем я встала и побежала в свою комнату, села на диван, и отец с криком орал, что сейчас я принесу шланг. Я сильно испугалась и сказала, если ты сейчас возьмешь шланг от водопровода, то я скажу всем в школе, что ты меня бьешь шлангом. Он остановился, подумал и снял с себя ремень. И подошел, начал меня бить сильно. Взвесив все обстоятельства по делу, суд принял решение признать Умарова виновным и наложил на него административное взыскание в виде ареста сроком на 40 суток. Постановление вступило в законную силу. Бала құқығы басты назарда. Балалар қоғамымыздың ең әлсіз және қорғансыз бөлігі, және олар құқықсыз болуға тиіс емес. Біздің топырағымызда туған кез келген сәби қазақстандық, және мемлекет оны қамқорлығына алуға тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақ деген қыз баланы еркелетіп, жат жұрттықты ерекше қадірлеп, әлпештеп өсірген халық емес пе едік? Балаға күштеп орамал тақтыру біздің салтымызда бар ма? Біздің қазақтың қыздары бүкіл қоғамдық мәселеге араласып, қажет жағдайда ат үстінде отан қорғап соғысып, шығыста қазақтың қызынан еркін, қазақтың қызынан азат, қазақтың қызынан батыр әйел жоқ. Отбасы бала үшін алтын бесік. Егер уланған сана, жаңылған атана отбасында осылайша ұрпағына тәрбие берсе, келешек ұрпағымыздың кім болғаны? Боламын деген бала 15-інде баспын дейді, болмайтын бала 30-ында жаспын деп айтады. Сондықтан бұл жерде қарап отырсаңыздар, қазақ халқында да тарихымызға үңіліп қарасақ, бұл жерде бір нәрсені байқап отырмыз. Дінімізбен ұштасып отыр. Дініміз бойынша да осы ислам фикх, яғни ислам құқық саласында кітаптарымызда қалай келтіріледі? Қыз бала 9 пен 12 жас аралығында балағат жасына толады десе, ұл бала 12 мен 15 жас аралығында балағат жасына толады. Енді бұл жерде бір нәрсені ескеруіміз керек. Егер де қыз бала мен ұл балада осы балағат жасына толатын нышандар байқалмайтын болса, немесе кешігетін болса, 15 жасына келген кезде ғұламаларымыздың көпшілігінің пікірі бойынша
жалпы ұл бала болсын, қыз бала болсын 15 жасында балиғат жасына толады деп есептейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Бухарида риуаят етілген хадисі бар. Сол хадиске үңіліп қарайтын болсақ, былай дейді: 3 адамға қалам жазылмайды дейді. Яғни 3 топ адам сұраққа тартылмайды дейді. Оның бірі ақыл есі түзу болмаған адам, ақыл есі түзу болғанға дейін, яғни ақыл есін жиғанға дейінгі адам. Және балағат жасына толмаған бала, және ұйқыдан тұрғанға дейін, яғни ұйықтап жатқан адамға қалам жазылмайды дейді. Яғни бұл 3 топ адам сұраққа тартылмайды деген сөз. Сондықтан дініміз бойынша жас балдарға қойылып отырған қалам тартылмайды немесе қалам жазылмайды деген ұйғарым, ұстаным балағат жасына толған сәттен бастап өз күшін жоятын болады. Діннен зар илеп, опық жеген Айман, исламның жолы бұл емес дейді. Өйткені туған бауыр еті баласын ешбір атана аяусыз сабап, оған зорлық зомбылық көрсетпейді. Ең сорақысы, бесіктен белі шықпаған 13-14 жастағы қыздарын тұрмысқа бермейді. Он 14 жылдары жиі кездесіп 14 жасар, 15 жасар жасөспірім қыздар жүкті болып келіп отыр. Біз ол жасына көп көңіл бөлетініміз, әйел баласы денесіндегі жаңағыдай бала босануға, бала көтеруге дайындық кезеңі ол. Яғни әлі толығымен жетілу әлі болған жоқ. Ол толығымен жетілу болмаған әйелде жүктілік ауыр өтеді, немесе патологиялық жағдайда өтеді. Олар өздері бала болғанына қарамай, ішіндегі баланың жағдайына қарамайды. Қарауымда бір әйел бар, 15 жасар қыз, 14 жасында түсік болған, 15 жасында қыз бала босанайын деп отыр. Бала босанғаннан кейін баланың жағдайы қалай болатынын, әйелдің денсаулығы әрі қарай қалай болатыны алаңдаудамыз. Қызына дұрыс тәрбие бере алмаған ата-ананың жат діннің жаршысына айналуы қасірет емей немене? Ұлттық құндылықтан жұрдай, жас буынның жат діннің ән шырқап, тілеуі қайда апарады? Олар босанғаннан кейін балаға екпе, яғни айтамыз ғой, вакцинация егу керек, болашақта балада ауру болуы мүмкін. Сол үшін жаңағыдай елімізде енгізілген приказ бойынша жасалатын вакцинадан нотариально отказ жаңағыдай бас тартып жатады. Келер ұрпақ үшін қанын төккен, ұланғайыр атырапты өзінен кейінгілерге аманат еткен қасиетті ата-бабамызға лайықты болған түріміз осы ма? Ойы оқшау, жағдайы жоқтау жандар жиі ілігеді бұл тізімге. Бүлікшілер саналарын жаулау үшін интернетті жақсы пайдаланады. Әлдебіреулердің жалған ақпараттары кей жандарды қақтығыстың ортасынан бірақ шығарса, енді бара алмағандарын өздерін қамтамасыз етуге мәжбүрледі. 2008-де бір қылмыс жасап, осы қалада қылмыс жасап сотталғам. Содан 9 жыл бас бостандығынан айырылдым. Сотталған себебім дін жолымен жүріп, қылмыстар жасадым. Мен де өзімді сол білімсіздіктен ба, сондай жағдайға тап болдым. Сол жастарға айтатыным енді мұнда енді қалада білімсіз емес, білім бар адамдар бар, солардан барып ақылын сұрап, надандық адам болса негізінде қиын жағдайға апарады да көп адам болсын. Жалпы біздің қоғамдағы тағы бір өте үлкен қателіктердің бірі, біз білеміз, жалпы кез келген салада өзінің мамандары болатынын түсінікті. Діни сұрақ болғандықтан, дін саласы болғандықтан, сол ресми түрде тіркелген, ресми түрде қызмет жасап жатқан сол саланың мамандарынан жүгініп, сол саланың мамандарынан үйренетін болса, түрлі қателіктерге бой алдырмайды. Осыдан біраз уақыт бұрын Сирияға кеткен өздерін жихадшыларымыз деген қазақ азаматтары туралы сансаққа тараған бейнесюжет кім-кімді де бей-жай қалдырмағаны анық. 20 минуттық видео Сирия аумағында түсірілген. Онда жанкештілік жолында елге аттанған қазақ отбасыларының тұрмысы туралы баяндалады. Ең сорақысы, ислам дұшпандарына қарсы күреске аттанғандар өздерімен бірге еңбектеген балаларын да ерте кеткен. Естіген құлақ бұл баланы басқа ұлттан деп айта алмайды. Қазақ. Бірақ ойы мен санасын бәзбіреулер улаған қазақ. Теріс жолға түскен жалғыз бұл жеткіншек емес. Бейнесюжеттен олардың көп екен оңай аңғарасыз. Етегі жасқа толған 3 баланың анасы балаларының тірі жетім қалғанына өкінеді.
Құдай қосқан қосағының кішігірім уақыттың ішінде бөтен болып шыққанына сенбейді. Жарын 3 баласын тастап, үштігейлі жоғалып кеткен күйеуінің қазір қайда жүргенінде беймәлім. Өзі бұрыннан намазға жақын, енді ішпейді, тартпайды. Барлық отбасылар сияқты тұрдық. 2008 жылы баламыз дүниеге келгеннен кейін қайтадан мешітіне барып, енді арақ ішпесін, Алланы айтқасын, осы 3 күнге Алла жолына кеттім дейді. Қаланың қастарына, осы Тасқала, Федоров, мән берген жоқ, мен шыны керек. Енді Алланы айтқасын жерде 3 күн болып келеді, сосын тынышталады, жұмысын істейді. Мешіттен шықпайды, әйтеуір қайдасың, мешіттемін, қайдасың, мешіттемін. Сол 2009-да бір ренжістік, сол осылай сақалы қойып, үйге келмей, неше түрлі әңгімелер айтып, бірінші баламыз, ол кезде екінші балам аяғым ауыр. Содан бір ренжісіп, бірақ қайтадан нетіп, кешірім сұрап, қосылдық. 3-ші қызыма жүктедім. Содан бір күні Алла жолына шығам деді. Бұрында айтады маған, Алла жолына шығам. Енді 3 күн деп шығамыз Алла жолына. 40 күні бар, 4 айы бар деп. Енді ол мән берген жоқпын оған. Мені де апарып жүрді, ол бірнеше рет сол ұйымға бардым мен. Әйелдер бөлек, ерлер бөлек отырады. Сол Алла жөнінде өлгендегін айтады, ана дүниедегін енді. Мынау міне рахатшылық жоқ, әңгімесі айтатын. Рахаттың бәрі ана дүниеде. Алла жолына кетем 40 күнге деді. Соңғы 40 күннен келгенде 21 июль күні келді. Содан келгенде совсем мүлдем өзгеріп кетті. Уже маған үйге келген жоқ сол күні. Киінесің деді. Әке шешеңмен араласпайсың деді. Балаларды садиктен аламыз. Онда анда басқа балалар әңгімелері тіпті шындыққа келмейді. Мен басқа балалар үйлерінде арақ ішіліп, табандарына арақ жабысып келеді. Балаларға жұғатып, тыңдап отырсаң қызық. Балаларын жетайлап сұраған жоқ қой енді. Балаларын, мен осы айтамын, бәрі айтып жатыр енді, 2 ұлың бар ғой, сотта да айтып жатыр, Бақтығұлов ісіміз жүргізген. Сенің 2 ұлың бар ғой, ізбасарларың емес па сенің деп. Жоқ, мына, мен айтамын, қалай сонда біз қалай етеміз, қалай күн көреміз, балаларыңды ойлашы. Мен емес қой, ризықты Алла береді дейді, ризық. 40 күнге барды, олардың бастарына печат соғады деді, болды, олар болмайды сізге деп. Сол өзінікін дұрыстайды, сотқа арыз бердім ажырасуға. Қайда барып келдің деп сот сұрап жатыр ғой ажырасуда. Сен сонда қайда барып келдің 40 күн, не істеп келдің деп оларынан. Сонда айтады, біздер өзіміз оқимыз анда. Енді сонда сен мысалы мешітте имам бола аласың ба қазір де, сен білімің бар ма деп. Жоқ дейді. Енді дұрыс емес жолдың енді бірден бір себебі ғой. Қоғамда жалпы қазір белгілі ислам атын жамылғанда түрлі ағымдар бар. Соның бірі 2013 жылы 26 ақпанда Астана қаласының Сарыарқа ауданы сотымен тыйым салынған таблих жамағаты деп аталады. Таблих жамағаты жалпы исламды дін уағыздаумен айналысады, бірақ енді әрине ол жаңағыдай дін маманы болмағандықтан бір қарағанға дұрыс болып көрінуі мүмкін. Бірақ негізі ғалымдардың айтуы бойынша жалпы ахлу сүнна дұрыс жолдың ғалымдары бойынша бұл таблих жамағаты да дұрыс емес болып есептеледі. Бұлардың ең басты қателігі біріншісі ол таблих жамағатының ілімге, яғни жаңағыдай дінді уағыздауда белгілі дәрежеде өзінің білім алып сол салада маман болу басты мәселе екеніне назар аударылмауында. Үлкен ұлым кішкене түсінеді қазір бәрін айтады. Мына кішкентайым кішкене нетпейді. Саған ат әкесін. Сол балаларым мектептен кетқанда ойлап отырамын, бүгін не айтып берер екен деп. Әке туралы дәппақ айтса да, мама мені әкем деген жоқ дейді. Кіші балам айтады, Ғабитті әкесі келгенде көтеріп алып кетеді, мама, менің әкем неге келмейді, мені неге алып кетпейді дейді. Не айтарын білмеймін мұндайда. Кіші балам қазір автобустарда сақалдыларды көрсе, мама әкенің досы дейді маған. Бала арманы шексіз. Бала қиялының таусылған күні бар ма? 11 жасар Светлана Тастенова Теректі ауданы Ақсуат ауылында тұрады. Бір қолы кеміс болып дүниеге келген бүлдіршін кішкентайынан өнерге құштар. Тағдырдың қатал сынына қарсы тұрған жаны сұлу, өмірге ғашық балғын ой мен қол қимылын ұштастыру арқылы биіктерді бағындырсам дейді.
Светлананың өмірге құштарлығы көпті ойландырып, ортаға ой тастайды, көзіңе еріксіз жас үйдіреді. Иә, діни көзқарасына байланысты ешкімді кемсітуге болмайды. Ол түсінікті де, бірақ теріс діни ағымдардың тірлігін жасап, баланың балалығын ұрлап, қиянат жасау күнә болар. Оған жолда жоқ біздің елде. Өйткені бала еліміздің ертеңі, тірегі мен тілегі, ажары мен базары. Олар көңілімізге қуаныш сыйлап, өміріміздің гүлі, мәні мен сәніне айналу керек. Ұлы дала төсінде орнаған мемлекеттің тұғырын берік, туын асқақтатып желбірететін, ынтымағын күшейтіп баянды ететін, берекесін арттырып, дәулетін шалықтатын да солар. Әрбір отбасындағы бала елдің ертеңі, нұрлы болашағымыздың кепілі. Мемлекеттік органдар улы насихаттың салдарынан сан соғып қалған жастардың өмірі үшін күресуді жалғастыруда. Себебі адам басты құндылық бізде.